Бұған дейін мойкада жұмыс істеген бедіңдер? Жоқ. Өмірлерінде мәшіне жуаншасыңдар? Орысша айтқанда бар ғой, хуйня негізі. Қытайша айтқанда хуйня! Мынау кэшер. Напормен ұрады жена кірін естіп тастайды машинені. Тілдерің емесе кешір дей беріңдер. Болды, братан. Бірақ абайлайсыңдар, напор күшті абайлаңдар. Анау камералар көріп тұрсыңдар ғой бәр жерде жіктер. Бірдеңе сік көту, шампунь, анау, крәп-мірәптің. Егер білдікпеймін деген өзінде бар ғой, есіне сесіп қоймай шампунь. Мынау не братан? Тем более, ол машине жуатын шампунь ғой. Анау шыққасында. Бұл мампунь. Мынау машине жуатын трапка ғой, Жоға, бұл мен түрсейм, жуу керек ол. Мына жақта біз палас, клеен жуамыз ғой. Мына жерде машине жуамыз. Анау көк-есікті көріп тұрсың ғой, соның ішінде вечеринка, туған күн жуамыз. Анау қара пылесос көріп тұрсыңдар, бірақ ол істемейді лә. Қачы? Анең бір хуйсыз сыламалды лә. Енді жүр машинені ауызбен сорып. Қазір 1 минутпен сөйлесіп алайын, Давай. Анау не братан? Көзің соғыр ма? Шелек қой. В общем, түсінікті ғой бауырым, осылай аккуратно жұмыс істейге. Анау біреу келе жатыр. Кел, брат. Все. Что там, Сопақ? Этот участковый звондап отыр. Машинеге бір клиент толқып, мен барып сөйлесіп қайтайын. Болды, бірақ тезірек. Сен анам бәрін дұрыстап біліп ал, ертең жұмысқа келген кезде түп-түп жүрмейік. Все, давай. Тезірек келе, Сопақ. Аха. Твори добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить: ай, молодец, мала молодец, ай, молодец, мала молодец. Қалан адамдар не болып кеткен өз? Пизду бұндай жұмысты. Одан да бағанағы жігіттер сияқты чабашка сап ақша тауып алмаймын одан да. Салам. Салам алейкум, ребята. Саламчик. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Че, в теме? В какой теме? Ну, работаешь? Да, работаю в теме. Постоянно, по 2 раза, 4 раза еще. Напарник есть? Напарник? Да, есть, да. Еще 2 есть даже. Нет, одного хватит. Да, а что платите, ребята? Ну, по $200. Каждому? Ну да. Давай тогда. Поехали. Все, садись. Сейчас здесь тогда заедем, да, к другу, да? Падай. Все. Все, поехали. Че, өзің негіз қай жақтан боласың, братан? Если есть на свете рай, то это Жетісай ғой. Жетісайдың өзінен боласың ба? Жоғай, ар жағында Мырзакент деген қалашық бар ғой содан. Мырзакент десем білмейді да ешкім. Ауылда Жетісай жақта мен 4 жыл мақта егіп, 3 жыл қауындарбыз егіп, 2 жыл кукуруза егіп, ақша жинап, Алматыға келдік қой көшіп. Сол міне мойкада жұмыс істеп отырмыз, жай көтеріліп жатырмыз ғой енді. Қанша болды Алматыда жүрген? Дақуя болды жүргенім Алматыда. Соншалық дақуя болды жүргенім. Шлөпін сама қарасай. Что-то мен не істейміз, братан? Қазір бастық звондады, келе жатырмын дейді, соны күте тұрайық. Содан кейін қайтамыз ғой. Все, конечно. О, нихуя клиент келген сияқты қарашы. Мынаны дуаланған анау біздің шампуньмен жүріп дуалап алайық те. Постоянно клиент болады. Ох, нихуя себе. Кайра. Джинкс. Что-то, Қалай, бәқі қалай? Нихуя, базар. Атак X6, 6. Братан, 2 минут. Жүр. Что-то, Короче, конкретно жақсы жұмыс тауып қойдым мен. Сопақ қайда? Сопақ ана машинесін алуға көруге клиенттер келген ғой. Қойш? Соны көрсетейін деп кетті, қазір келеді ғой. Что-то не жұмыс айтшы. Короче, хуйня жұмыс, нихуя, $100 іліп алып кетеміз ғой. Кеттік жүр. Бля, походу мен барамаймын. Автомойканың бастығы келеді деген, соған кіріп шығу керек. Барамаймыз, несі далбай өпсің ба? $100 жұлып алып кетеміз ғой. Үйге продукты анау-мынау алу керек. Тем более, жүкең саған ренжіп жүр, түсіндің ба? Ана үйге продукты әкеп қоятын болсаң, перед жүкең конкретно грамотно болады да, естіп тұрсың ба? Кеттік жүр, брат. На төре сетегі онда, Конечно. Все, қазір тұра тұршы.
Братан, бағана толық менің досым келсе, үй жаққа бара берсін деп айта саласың ба, ренжімесең? Хорошо. Просто срочно тірлік шығып қалды да. Все, жақсы сонда, братан. Домалатып жіберемін ғой. Давай. Кеттік, давай, отыр. Отыра берейік пе? Отыр. Ассалаумағалейкум. Короче, брат, вот это мой брат, он вот хорошо работает, короче. Мой родной, мы в любом месте грудной, короче. Машинең бензин көп жемей ма? Ескит. Хош. Сен алдап не қылам, бауырым? Сен таныс арқылы келіпсің ғой еще. Точно нормально болады? Точно. Қазір папаға звондап көрейін, негізі маған ұнап тұр негізі. Все, давай, без проблем. Машина ұнап тұр ма? Иә? Нормально машина сияқты ғой. Онда СТО-ға звондаймын сәкеңе, келсін, көрсін. В принципе, ұнап тұр машинаңыз. Нормально. Қаншаға бересіз? Анау краскіленген, сосын арт жағында шамалы ауыстырғансыздар ма, сол болмаса барып тұрсыз. Бағаңыз айттың ғой, миллион. 600-ге берсеңізші, қазір бірден оформып кетеміз ғой. Қайдағы 600, миллион. Болмайды 600. Қап, қазір онда ауылдағы шалмен сөйлесіп көрейін. Алло, пап, салам алейкум. Қалайсыз? Амансыздар ма? Жүрген. Қарап, машина қарап жүрміз. Иә, ұлымызға. Сол. Алсақ па дебек, жақсы бір көңіліңіз онаға машина болып тұр. Залетайте. Ну что, друзья, добро пожаловать. Проходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Мы пока пойдем переоденемся. Ну, а вы можете пока здесь осмотреться. Хорошо. Так что, ребят, давайте. Не стесняйтесь. Ебать, наин, пиздец, ғой, брат. Бля, мына қыздың көйдің қараса, Қойш, бля, қазір қашық көрген. нағыз тон қайып тұр ғой, былай, артынан былай. Бля. Жеңіз, менше анандай БМВ-ға өмірімді бірінші рет отырғам ғой, прикинь. Прикинь, мен де прикинь. Бай кісілер екен базар. Үйді айтса, Айтпаш. Что там не істейтін болдық? Білмеймін, походу, сантехника, пантехника бір-бірлерін жасап беретін шығармыз. Да? Зато на ровно месте $100 жұлып аламыз ғой. $60 маған есі что? Схуяли нахуй, саған $60. Мен ғой тапқан бұл жұмысты. Хуйсин. Базар жоқ портанула жеңіз. Конечно, Бұлар кімдер? Походу, бұлар да аналары ғой. Стопудово ғой. Красавчик. А так Джинкспен бірге жүрсең, не умілеш ғой, родной? Қарасай, ағаш қолынау деген. Бұл жігіттермен плотно общение ұстап алып ше, көттеріне кіріп ше, жағдай жасап алу керек қой, походу ше. Жоқ енді көттеріне кірмей-ақ там нормально общение ұстасақ болды, самое главное. Мен кірем, бля. Так, пацаны, перед работой, может, расслабимся? Виски, коньяк, что-нибудь? Не, мы Точно? не пьем, мы не пьем. Да ладно, ну чего, блин, Мы без этого хорошо работаем. давай пару дорожек постелю вам. Дорожек? Не, жоқ, Не, нормально. Әуре болып нағыласыңдар керек. Братан, мы на трезвяк хорошо работаем. Я предлагаю. Ну, смотрите. Окей. Кстати, это туалет где, не подскажешь? Туалет вон там. Все, можно? Точно не будете ничего? Не, Мы нормально. тогда сами пойдем быстренько, хлопнем пару дорожек. Все, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Все. Простой жақшықтар екен. Айттым ғой, мынау өскен жігіттер. Қанша бай болса да. Бұл жігіттер, походу, палас кілемдерін жудыртпақшы ғой бізге. Дорожканы жуыңдар деді ма, или өздеріміз жуамыз деді ма, не алды түсінді олды? Қойсын, паласты жуа бересің спокойно. Сен ойлаш, 500 теңгеге машина жуғанша, палас жуып $100 тапқанымыз артық емес. В натуре, Базар. капец, я красавчик в натуре. Ладно, мен, бля, туалетке барып қойыншы, пиздец тышқым келіп. Давай.
Базар жоқ қойна. Не деген дәу сағат. Жеңіс, красавчик, молодец. Короче, осы жігіттермен нихуево общение ұстап аламын да. Жағдайын бәрін жасап аламын, үй сатып аламын, бизнес ашып аламын, квартира көтеріп аламын. Жағдайын бәрін жақсы жасап аламын. Ұрмайды, ауылға барам, битес болып жүрем битіп. И қатыным алдыма келеді. Жан, кешірші мені, мен олай болатын ойламадым, қайттан қосылайықшы дегенде. Пошел нахуй со своим шпагатом деп айтам, бля. Нихуя себе, бля. А? Красавчик Жеңіс. Бля, мына туалетке шығуға ұяласың ғой. Мынау кожа, ой. Ё-моё. Мынау мрамор ма не сонда? Мынау алтын ғой. Что, раздевайся? А? Да-да. Кешіріңіздер. Пацаны, стойте. Я не такая хуйня, ребята, вы чё? Завязывайте, ребята. Завязывай. Пацаны, я не такая хуйня. Ребята, вставай. Ребята, давайте договорите. Ребят, Кайрат, мама! Жеңіс. Базар. Жеңіс мәсі. Жеңіс. Вы что, охуели, что ли? Что за хуйня нахуй? Братан, что за хуйня? Ана айтқан адамдардың ата-бабаларымен бірақ келді ма, бірден қылдырды ғой. И что, енді алатын болды ма? Қайдағы алған? Ана машинеге кім береді 1 миллион? Ты баран, қайдағы миллион? Ана машина минимум 1,5 миллион тұрады. Басың істей ме сенің? Алда нормально объявление қой, 1,5 миллион деп қой, соны сат енді. Ұқтың ба мені? Все, ладно, давай. Жаным, аш сен де есікті. Ашпаймын. Пампушечка мой, аш ау. Көтешкам менің, ашшы. Жоқ. Көрдің ба мен сен үшін не істеп отырмын? Мен ана 2 миллион тұратын машинаны сенің бір очкаң үшін 1,5 миллионға сатып отырмын. Ага, сен оны мен бір очкам үшін емес, сол жағым үшін сатып жатырсың. Енді өзі ғой ана донердің бәрін жеп қойған, косякқа тығып жіберді емес пе? Ну и что? Жесін, қарны ашқан шығар. Сен енді машинаны сатып оны жаяу алдырайын деп тұрсың ғой? Мен сонда ана сол жақтың алдында не істеймін мен сонда? Аш енді жаным болды, қош. Давай, бош мен тез кіріп шығайын. Ашпаймын, бар ана сол жағыңа бар. Соған тез кіріп шық. Шақын қодығы бізді қай жерге алып келесің сен ақ? Блядь, мен қайдан білем, блядь? Сука, блядь, олар пидор болып шығатын, блядь. Блядь, ана таксистер ғой айтқан, ё-моё, Сейфуллинаға барсаң жұмыс табасың, ақша табасың деп. В смысле Сейфуллина ма? Сен кешегі анау офисқа барып қайтайық дедің ғой? Бля, ол жұмыс порожняк болды, бля. Бля, БМВ деп, блядь, задний приводный болып кете жатады ғой, сука. Бля, айтпа, сука. Еще долбоёб, нахуй, көтіне кіріп алайық деп, екеуміздің де көтімізге кіріп кете жатады ғой, нахуй. Бля, родной,
Бля, өтініш саған, между нами қалсыншы. Ну его нафиг ешкім білмей ақ қойсыншы, брат. Ят болады, родной, Осы жерде қалсын, осы әңгіме. Еркекше ма? Еркекше. Все, давай, гнида боласың, брат, айтып қойсаң. Нормально. Сука, көтім ашып жатыр, брат. Нормально, да. Че, где остальные? Мужики только в этот раз получилось 2 коробки вытащить. Ты что, издеваешься, что ли? Мы с тобой на 10 договаривались. Там люди ждут. Мы что, с Алматы приехали, что ли? Ты что в натуре? Там главное что-то подозревает, везде перекрыли. Так что, мужики, больше мне не звоните. Братух, как не звоните? Ты что? Братан, что теперь делать? Я не знаю. Короче, поехали в город, там что-то решили. Ну, козел, блядь. Если мы на 8, на 10 договаривались. Ай, сопақ. Ой, бля, соқпақ, не көріп отсың? Көрмейтін нәрсен көріп, не болып кеткенсің сенде? Кино обычно. Нормальный кино көрмейсің бе? Че, жұмысың не болды? Қойшы жұмысты. А че, сонша уақыт не істедің бе сонда қалада? Қалада жүріп қалдық просто, бля. Жүкен қайда, жүкен жоқ па не? Жоқ. Бля, жүкен пиздец ят болды. Ёбаны ұрат, бақ екеусенше. Короче, бітейікші на. Кімдер жинаңдаршы, басқа жаққа барайықшы. Бля, ят на, бетіне қалай қараймын на. Ой, заебал, ешкім ренжіп жүрген жоқ саған. Прикол қылып айта саған, әшейін, бәрі нормально. Заебал екенсің, ёбаны. Наоборот, жүкен мен баға саған ырза болып жүр, нормально бәрі. Серьезно ма? Е? Сендер де маған донерден де прикол ұстадыңдар ғой сөйтіп. Далбандар. Бля, заебалсың сен бар ғой, жеңісін ақ, бетің айтайын бля. Сен кесіріңнен анау, бля, алып тұрған жұмыстан айырылып қалдық нақы. Мойкінің бастығымен кездесуіміз керек болғанда. Ей, шалаңдама, бәрі нормально. Мен сөйлестім ғой бастықпен. Короче, ертең таңертең кешікпегеңдер деді. Өзі заебисің. Че, жеңіс, жұмыс істеуге желание бар ма? Мен походу вообще жұмыс істемеймін енді. Кеттім, мен шаршадым, ұйықтаймын, давайте. Маған не болған? Прикинь, сопақ. Короче, бар ғой. Не болып кетті өзі. Біреу көтіме кіріп кете жаздады. Біреу көтін ашты. Қаладағылар не болып кеткен өзі? Вообще бұл өмір не болып кеткен өзі? А? Сен қалай ойлайсың, Родриго? И жаным. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, сезіп тұрсың ғой менің тек сені қалағанды.